Çoğutan benzin kımbatlап кетті ма? Жаз бойы 92-ні 215 теңгеден құйып жүріп едік. Бүгін таңертең құйсам 20 сентябрь 2025 жыл. Бүгін таңертең құйдым. Сол 92-ні 235-тен құйдым. 20 теңге қосып жіберген ғой. Біз жаңағына Ардақ Назаровты мамасын туған күнімен құттықтады. Жаңағы мәжіліс залында деп ел бойы ау деп шулап соны талқылап жүргенде бензинді көтеріп жіберген ғой. 20 теңгеге бірақ қосып жіберген. Может, екі бөліп қосты ма белгісіз ғой. Қосып жіберген. Сол Ардақ Назаровтың жаңағы мамасын туылған күнімен нақ құттықтайды ол деп ау деп шулап жүрген кезде момент пайдаланып қосып жіберген да. Бұл жаңағы отвлекающий маневр дей ма? Қалай? Сол сияқты болды ғой әңгіме. Январға дейін әлі тағы қосылады. Новый годтан кейін тағы қосылады. Өзімді құрбақа сезініп. Құрбақаның бір әңгімесі бар, құрбақа берінде. Қайнап тұрған суға құрбақаны салсаң, ыршып шығады дейді. Ал астына жай от қойып, қайнаған шастасаң, ішінде жүріп өліп қалады дейді. Үйленеді екен да, денесі ыстыққа не қылып, сөйтіп ақырында өліп қалады. Сол сияқты болып қалмайық. Кішкене жан-жағымызға қараймыз ғой деймін. Жан-жағымызға қарап. Негізі қаңтарда жақындап қалды. Қаңтар жақындап қалды, 2026. Қалай ойлайсыңдар? Қаңтар жақындап қалды, қаңтар. Комментке жазып жүріңдер, ойларыңды, не дейсіңдер? Бензиннің түрі анау кетіп бір жатыр. Күннен күнге қосылып жатыр ғой. Жақсы, сау, саламатта кездесейік. Чиновники, алло, вы так и будете, да, поднимать технично цены на бензин? Вчера только был 299, сегодня уже 95 и 305. Все молчат, и они технично поднимают. Вы там не охерели совсем, блядь? Совсем уже охерели, блядь, я смотрю. Елдер Қайрат пен Мадридті жырғып жүргенде 92-ні 237 қылып жүріпті. Құтты болсын. Пенсия мен айлақты да бірге бір осылай қосып жүрсеңдер қалай болады екен? Кім айтады?